Сәлем достар, Айшамен бір күндеріңіз өтсін. Осылай жұмысқа шықтым. Жұмысқа барып, семейні өткізіп тастап, таңғы асымызды ішіп, жақсылап, одан кейін журнал толтыруға кірістім. Міне менде осындай журналдар. Журнал толтырып болған соң сіздерге кабинетіме шағын обзор жасайын деп шештім. Мінекей мына менің кабинетім. Осындай дәрі-дәрмектер, керек жарақтар бар, ішінде алкотест бар, ішімдік ішкен адамдарды өлшейтін, және де давление өлшейтін қажетті заттар. Одан кейін бізге жұмысқа соятын мал келді. Осылай екі вақтыға бөліп, арасында ірі қара мал сойып алады. Осы сою барысында барлық жұмысшылар бірге атсалысады. Мына жігіт менің қайным, если что, бойдақ қыздар. Осылай бізге ағалар бауырын алып жатыр. Одан кейін шиекті ашитын боламыз. Мына менің Бахония деген апам. Ол кісі шекарын ашудың мастері. Бахон апа екеуміз осылай жүйелеп бөліп алып, шекарында шетінен ашыдық. Жақсылап ішін тазалап, ішке апардық. Помпор Айгулек деген апам бар. Ол кісі шекті айналдырып, ішін жақсылап тұзбен, уксуспен жуып, қарынды да тазалады. Не осылай бөліктерге бөліп, қапшықтарға салып, өлшеп, аузын пломбылап қояды. Ер адамдарға қарынды төктіріп алған болатынбыз, оңай болсын деп. Даладан осылай жақсылап шайып жуып алып, ішке апарып тазалады. Мынау шыққан іш май. Осылай шекарында тазаладық шектерді. Тез тазалап тастадық. Іші сыртын жуып, шайып, осылай шектер дайын болды. Ішке келсек, повар апам осылай тефтели жасап жатыр екен. Біздер өзіміз апаларға деп тамаққа тапсырыс беріп қойған болатынбыз. Түскі асқа деп. Осылай обед дайындап жатыр екен Гүлнар деген повар апам. Анемне дегенше біздің асымызда келді. Осы түскі асымызды чикен бургерді жақсылап жеп алдық. Одан кейін повар ападан бос болмағандықтан мен осылай обедтің нандарын турап қойдым. Бұл жұмысшыларға столға обедке қойылатын нандар. Мінекей бағанағы шекарын өте әдемі тап-таза болып тазарған. Мінекей Айгулек деген апам бір көрсетіп қояйын дедім. Шектерін жуып болып ыдыс-шуға кірісті. Одан кейін диспетчер апамның системасы бар екен, соны салдым. Ем болсын, Алла шипасын берсін. Одан кейін түстен кейін сағат 3-те мен үйге қайтатын уақытым. Үйге қайтарда осылай бос жүрмейін деп түсірдім жолды. Мен негізі қиыршық тас шығаратын Белшүгірдегі зауытта жұмыс жасаймын. Жұмыс жасағаныма 7-ші жыл биыл. Мінекей осындай тастарды шығарады. Щебенка тастар, осылар әртүрлі көлемде болады. Осы дайын болған тастарды осындай вагондарға тиеп жібереді. Вагондарда келіп тұр екен, оларды түсіріп алдым. Мынау жаққа қарай баратын жол, тағы бір темір жолдан өтіп, мынау центральный темір жол. Бұл жақтан барлық составтар өтеді. Мынау ауылға келдім, жаққа да келдім. Мынау менің үйім. Үйге келіп, үйге келсем, үйдегілер шай ішіп жатыр екен. Оларға шай беріп, шайдың орнын жинап, үй жинауға кірісіп кеттім. Мен 3 сағаттан кейін қайтадан жұмысқа барамын. Осылай жинап алдым. Сіздерде де кішкентай балалар болғасын, тез шашып тастайтын шығар. Менде күнде шашылады үй. Жақсылап пылесостап, шаңын сүртіп алған болатынмын. Менде келесі жұмыс ол әрине айна жуу. Айнамның беті мынау. Осылай сіздерде де балдарыңыз күнде бүлдіреді ма? Айнаны күнде жуам, күнде бүлдіреді. Осылай жуып тастадым. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай баламмен сабақ оқуды бастап кеттік. Кішкентай балам шамалы сырқаттанып жылап қалды. Осыны аяққа салып отырып, үлкенімнің сабағын оқытып тастаған болатынмын. Одан кейін менің жұмыс уақытым да жақындап қалды. Мінекей кешкісі менімен бірге жұмысқа да келдім.
ағаларымның барлығын ночной сменге баратын жұмысшыларды өткіздім осылай. Бүгінде ешкімнің жалбысы жоқ, барлығының денсаулығы дұрыс. Осылай тез қол қойып шықты. Сменге келген машина мені күтіп тұрады. Қайтадан үйіме қайтамын. Осылай ағаларымды видеоға түсіріп алдым. Үйге келіп шай дайындадым. Үйде дайын кешкі ас болатын. Соны жасап дайындап қойдым, салып, еттерін турап, осындай палау және ет тамақ. Үйге бір қонақ ағамыз келген болатын. Сол кісімен бірге барлығымыз тамақтанып алдық. Әрине, одан кейін төсек салудың қамы. Мынау ағаның төсегі, мынау балалар мен әжеміздікі, мынау біздің төсегіміз. Атамның төсегі түспей қалыпты. Тамақтан қалған тыстарды жуып, балдарымды ұйықтатып, өзім ұйқыға кірістім. Әрбір күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Үлкен рахметімді айтамын. Менің каналымда қолдау білдіруге ұмытпаңыздар. Барлығыңызға рахмет.